өзімнің өзбектер еш қашан біреудің жаңағы чала жасап кеткен жұмысын жасамайды екен. Өйткені өздерінің жаңағы салт дәстүр сондай екен. Кімде кім жаңағы Өзбекстаннан келген азаматтар жартылай жұмыс жасап тастап кеткен болса, ол кісіге онда қыспақ көрсетілді, или болмаса ақшасын дұрыс бермеді деп солай қабылдайды екен да. Бірден бас тартады ғой. Бір алдыма бір 10 адам келді. 10 адамда бас тартады ғой, жасамаймыз, жоқ. Мен айтып тұрмын да, перевод жасадым, осылай алдап кетті десем, маған сенбейді да. Какой-то мен бір оларға қыспақ көрсетіп жатқан сияқты. Сол кезде тұрдым да, енді де істесем екен дедім да. Мен бұрын 10 000-мен келістім ғой квадратына. Мен тұрдым да айттым, 15 000 теңге төлеймін. Басқа вариант жоқ. Сол кезде маған 2-3 адам әрең келісті ғой. Барайық, көрейік деп ше. Сөйтіп 2 адам келді, көрді, жаңа квадратына ақшасын қосып төлегеннен кейін жасайтын болып келісті. Сөйтіп 3 ай жүріп, үйімді осы 11-ші айдың аяғында бітіріп берді. Сондай қиыншылықтар болды. Сөйтіп қазір 3 этаж үйімді 2 айдың ішінде 60 миллион теңге ақша тауып, қазіргі таңда игілігін көріп отырмын. Зато өзімнің қалағанымды алдым. Ана үйіме бара жатқан кезде, үйден шыққан кезде, сен үйіңе қарап, өзіңнің қалауыңды орындаған кездегі эмоция, ол ішкі сезім деген вообще басқаша. Оны сен ақшамен, дүниемен мүлде сатып ала алмайсың. Өзбектер